Армысыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін математикалық сауаттылықтан жаңа видео сабағымызды бастағалы отырмыз. Видео сабағымыздың тақырыбы теңдеу, бір айнымалылы теңдеу дейді. Бұл топтамамызда 15 есептен тұрады. Есепті болса да бірінші өз беттеріңізше шығарып көресіздер. Іркіліс немесе тоқталыс болып жататын болса, есептің шығару жолына қарап, кем бетімізді бүтіндеп аламыз. Бастайық бірінші есептің мәтінінен. Бірінші есебіміз былай дейді. Егер P тең 7, R тең 9P минус 13, S тең 5-тен 4 бөлінген 40 бөлінген R, немесе R-ден 40 плюс 49 болса, онда P көбейтілген R минус S-ті табыңыз дейді. Бізде бұл жерде P-ның шамасы белгілі. Біреуіміз P дейміз, біреуіміз P дейміз. Негізі P деп айта берейік. Мына есептің шартындағы R тең 9 P плюс 13 деген жерге P тең 7 деген мәнді апарып қояйық. Сол кезде 9 көбейту 7 минус 13 болады. 9-ды 7-ге көбейтсек 63, 63-тен 13 жасақ 50. Олай болса, R тең 50 екен. R тең 50 деп жазып қойсылайық. Енді S-ті табамыз. R-дің орнына табылған 50 деген мәнді қоямыз. Сонда 4 бөлі 5 бөлінген 40 бөлі 50 қосу 49 деген қосындыны табуымыз керек. Не істейміз? Бөлшекті, жай бөлшекті бөлгенде бірінші бөлшек сақталады, яғни 5-тен 4, екінші бөлшектің алым мен бөлімнің орнын ауыстырып көбейтіп жазамыз. Яғни 50-ден 40 дегеніміз 40-тан 50 болып көбейтіліп түседі. Дәл осы жерде қарапайым ғана 4-ті 50-ге көбейтсек 200 болады, 5-ті 40-ға көбейтсек 200 болады дейміз де, бөлшекті көбейткенде алым мен алым, бөлім мен бөлімі көбейтіледі. Оны білеміз ол жерде. Сонда 200 бөлінген 200 болады. Ал 200-ді 200-ге бөлсек ол 1 шығады. 1-ді 49 болсақ 50 болады. Олай болса, біздің S деген шамамыздың мәні 50 екен. Енді шартқа сай ізделінді шаманы табамыз. Яғни P көбейту R минус S. 7-ні көбейтеміз 50-ге, одан азайтамыз 50-ді. 7-ні 50-ге көбейтсек 350, одан 50-ді алсақ 300 болады. Олай болса, бірінші есебіміз шықты. Сонда жауабымыз D жауап 300 болады деген, кешіріңіздер, D жауабымыз A жауап 300 болады. Жаңылыс жазып қойдым, оны жөндеп аламыз. Сонда біздің A жауап екен. Қазір жөндеп қойсылайық бұны. Oldu, бұл есебіміз шықты. Келесі есебімізге көшеміз. Екінші есебіміз не дейді? Екінші есебіміз теңдеуді шешіңіз дейді. Теңдеуді қалай шешеміз? Теңдеуді шешудің ережелеріне сай шешеміз болса да. Бұл жерде 5 бөлшек берілген. Алғашқы 3 бөлшектің бөлімі x-та, соңғы 2 бөлшектің бөлімі 13. Сондықтан бөлімінде x бар қосылыштарды теңдеудің бір жағына жинақтаймыз. Бөлімінде 13 орналасқан 2 бөлшекті теңдеудің екінші жағына орналастырамыз. Сол кезде былай болады. Есептің шешуінде тұр. Бөлшектердің бөлімі бірдей болғандықтан бөлім сақталады да, алымнан амал қолданамыз. Яғни 19 минус 7 плюс 13 болады. Ал 13-тен 3-іміз оң жақта өз орнында тұр.
Minus 13'ten 2'miz karamarsızlıkмен plus 13'ten 2 ötті. 19'dan 7'ni alsak 12, 12'ge 3'tü koysak 15. Sonda 15 bölü x деген бөлшек аламыз. Теңдеуіміз сол жағы сондай түрге келеді. Ықшамдардың нәтижесінде. Ал оң жағымыз 13 бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімі сақталады. Міне 13 күйі тұр. Ал алымы 3 пен 5 қосылып, 3 пен 2 қосылып 5-ті береді. Бұл теңдеу түрлендіру қиындық соқпайды бізге. X 5-тің орнына келді. 5x-тің орнына келді. 13 15-тің астына көбейтіліп келді. 15-ті 5-ке бөлсек 3-тен түйеді, 3-ті 13-ке көбейтсек 39 болады. Онда біздің жауабымыз шықты. Яғни D жауабы 39 екен екінші есебіміздің шешімі. Келесі теңдеуімізге көшейік. Бұл жерде қарапайым ережелерді пайдаланып отырмыз, құрметті оқушылар, оны өздеріңіз де байқап отырған шығарсыздар. Келесі есебімізде мынадай шарт беріліпті. Егер 6 минус z тең z минус 6 болса, онда дейді, бөлшектің алымында 5 көбейтілген жақшаның ішінде z квадрат минус 12z плюс 36-ның көбейтіндісі бөлімінде z куб плюс 2z квадрат минус 3z минус 4 өрнегінің мәнін табыңыз деп отыр. Енді бірінші болса да есептің шартына сай 6 минус z, z минус 6 теңдеуін түрлендіріп отырып, осы жерден z-ті тауып аламыз. Бұл жерде минус z-іміз қарама астаңбамен өтеді. Сөйтіп минус z-іміз біздің плюс z болып өтеді. Сөйтеді да, мына минус z-іміз мына z-ке қосылып, плюс 2z береді. Минус 6-ымыз қарама астаңбамен теңдеудің екінші жағына плюс 6 болып өтеді. Немесе теңдеудің екі жағынан да 2 жағына да 6-ны қосамыз деген сөз ғой. Сол кезде 6 мен минус 6 жойылады оң жақта. Сол жақта 12-ні береді. Теңдеудің оң жағы мен сол жағының орнын ауыстырып жазсақ, 2z тең 12-ге болады. Бұдан теңдеудің екі жағында 2-ге бөлсек, 2-ге бөлсек, сонда z-іміз 6-ға тең екендігін анықтаймыз. Енді бұл жерде артық жұмыс істемеудің бір жағдайын түсіндіріп айтып кетейін деп отырмын. Ізденімді бөлшектің алымындағы жақшаның ішіндегі z квадрат минус 12z плюс 36 дегеніміз қысқаша көбейту формуласын береді. Өйткені минус 12z дегенім, минус 12z деген минус 2 көбейту z көбейту 6-ны беріп тұр. Ал 36 дегенім 6-ның квадратын беріп тұр. Сонда мына формула келіп тұр ғой. А минус b-ның квадраты қысқаша көбейту формуласы тең а квадрат минус 2ab плюс b квадрат деген қысқаша көбейту. Яғни екі мүшенің айырманың квадратына келіп тұр ғой. Сонда жақшаның іші z минус 6-ның квадратын береді, бөлшектің алымындағы. Ал бұл жерде біздің z-тің 6-ға тең екенін білгендіктен бөлшектің бөліміне ешқандай амал қолданудың қажеті жоқ. Z минус 6 жақшаның ішіндегі z минус 6-дағы z-тің орнына бағана тауып алған 6-ның мәнін қоятын болсақ, 6 минус 6 0-ді береді. 0-дің квадраты 0, 15-ке өсіп бәрі бөлді. 0. 0-ді бөлеміз 0 емеске. Мына жерде енді бөлшектің бөлімінде z-тің орнына 6-ны қоятын болсақ, бұл 0 шықпайды. Не оң сан шығады, не теріс сан шығады, бірақ 0 шықпайды. Сонда 0-ді 0 емеске бөлетін болсақ, 0 шығады. Олай болса, біздің есебіміздің жауабы шықты. Біздің жауабымыз D тең 0 екен. Келесі есебімізге көшейік. D жауап 0. Ұзындығы 63 метр, сымның бірнеше метрі қиылып алынды. Сымның қиылып алынған бөлігі, оның қалған бөлігінің жартысынан 3 есе кемді. Жартысы бөлі 2 болса, 3 есе кемі тағы бөлі 3 болады. Сымның қиылып алынған бөлігінің ұзындығын анықтаңыз. Еді 63 метр. Қиып алынды x. Қанша екенін қиып алынғандығын білмейміз. X-ті қиып алатын болса, қалғаны енді болса да 63 минус x болады. Енді бұл жерде не істейміз?
Есеміздің шартында екінші сөйлем былай деп тұр. Сымның қиылып алынған бөлігі, яғни x, мынау x, қалған бөлігі 63 минус x еді. Жартысы деген сөз 2-ге бөлеміз. Жартысынан 3 есе кем дейді. 3 есе кем деген сөз 1/3 немесе 3-тен 1-ге көбейтеміз деген сөз ғой енді. Бұл теңді түрлендірсек, 2 мен 3-ті көбейтсек 6-ны береді. 6 қарама арыстаңбаймен x-тің қасына көбейтіліп кетеді. 6x тең 63 минус x деген теңдеп аламыз. Мына минус x-імізді қарама арыстаңбаймен теңдеудің сол жағына өткізсек плюс x болып өтеді де 6x пен 1x-іміз 7x-ті бер. 7x тең 63. Бұдан x тең 9 екендігін көреміз. Болды, бұл есебімізде шықты. Яғни қиып алынған сымның бөлігі ұзындығы 9 метр екен. Е жауабы 9 екен. 5-ші есебімізге көшейік. Бір шағын ауданда 3 көше бар. 3 көшеде барлығы 100 үй бар. Екінші көшеде біріншіге қарағанда 3 есе артық үй бар. Ал үшінші көшеде екінші көшеге қарағанда 2 есе артық үй бар. Есе артық деген сөз соншаға көбейтеміз деген сөз ғой. Енді жазайық. Бірінші көшеде x, екінші көшеде біріншіге қарағанда 3 есе артық болғандықтан 3x болады. Үшінші көшеде екіншіге қарағанда 2 есе артық болғандықтан 3x көбейту екен, немесе 6x болады. Біздің мақсатымыз екінші көшедегіні табу. Сондықтан мына 3x дегенді қызыл сиямен жазып сұрақ белгісін қойып қойдық. Енді 3 көшенің бәрін қоссақ, барлығы 100 үй бар деп тұр. Яғни 2x қосу 3x қосу 6x тең 100. Теңдеудің сол жағындағы x-тарды қоссақ 10x-ті береді. 10x тең 100. Бұдан x-тің 10 екендігін білеміз. Ал үшінші көшеде 3x еді. Яғни 3x дегеніміз 3 көбейту 10 тең 30. Болды. Д жауабымыз 30 екен біздің жауабымыз. Келесі есебімізге көшейік. Айдан әр құрбысына 3 кәмпиттен берсе, 3 кәмпит артылып қалады. Ал 4 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит жетпей қалады. Айданның неше құрбысы бар дейді. Теңдеу құрамыз. X құрбысы бар болатын болса, онда әрбір x құрбысына 4 кәмпиттен берсе, онда 2 кәмпит жетпей қалады. Яғни минус 2 деген сөз ғой. Ал x құрбысына 3 кәмпиттен берсе, 3 кәмпит артылып қалады дейді. Осы теңдеуді түрлендіреміз, есебіміз шығады. 3x қарама арыстаңбаймен сол жаққа өтті, минус 3x болды. 4x-тен 3x алды, 1x қалды. Минус 2 қарама арыстаңбаймен плюс 2 болып оң жақ өтті. Плюс 3 пен плюс 2 плюс 5 өтті. Яғни x тең 5. Біздің жауабымыз С жауабы 5 екен. Яғни айданның 5 құрбысы бар екен. Келесі есебімізге көшейік. Бір қорап кәмпитті әр балаға 6-дан бергенде 36 кәмпит артық қалады. Әр балаға 8-ден бергенде 4 кәмпит жетпей қалады. Кәмпиттің саны қанша дейді. Жалпы саны табуымыз керек қой. Енді болса да кәмпиттің саны 1-де болғандықтан 6x дегеніміз бұл. Әрбір балаға 6-дан бергенде 36 артық қалады. Артық қалды дегенді қосамыз ғой жалпы сан шығу үшін. 8-ден бергенде 4 кәмпит жетпей қалады. Минус жетпей қалғаны минус болып тұр. Енді осы теңдеуді түрлендіреміз. 8x қарама арыстаңбаймен орында қалды делікті 6x-ті өткізейік. Сонда 8x минус 6x болды міне. Ал 4-ті қарама арыстаңбаймен сол жақтан оң жақтан сол жаққа өткізсек плюс 4 болып өтеді. 36 плюс 4. 36-ны 4-ке қоссақ 40-ті береді. 8x-тан 6x тасақ 2x-ті береді. Ал теңдеудің екі жағында 2-ке бөлетін болсақ, x тең 20 береді. Біз бұл жерде нені таптық? Бұл жерде әр баланың санын таптық. Ал бізге кәмпиттің санын таптық тұр. Сондықтан не істейміз? Теңдеудің не оң жағындағы өрнекке, не сол жағындағы өрнекке x-тің орнына 20-ны қоя отырып, қанша кәмпит бар екендігін анықтай саламыз. Яғни 8 көбейту 20, мына x-тің орнына 20-ны қойып жатырмыз. Минус 4. 8-ді 20-ға көбейтсек 160, 160-тан 4 алатын болсақ 156. Олай болса Е жауап 156 біздің жауабымыз екен.
Келесі 8-ші есебімізге көшеміз. Үсен өзінде бар ақшасына 9 кәмпит сатып алса, 160 теңге ақшасы артылып қалады. 11 дәптер сатып алса, 40 теңге ақшасы артып қалады. Үсеннің қанша теңге ақшасы бар? Бұл да жаңағы есепке ұқсайды. Яғни, бір дәптердің бағасын біз білмейміз, сондықтан бір дәптердің бағасын x арқылы белгілесек, 9x дегеніміз бұл 9 дәптерге бөлінген ақша, төленген ақша, 60 дегеніміз ол қалтасында қалып қойған, 160 теңге дегеніміз қалтасында қалып қойған ақша. Дәл сол сияқты оң жағында 11 дәптер алды, x теңгеден 40 теңге ақшасы артылып қалды. Осы теңді түрлендіреміз. 11x тұрған жаққа 9x өткізейік, минус 9x өтті. 160 тұрған жаққа минус 40 болып, оң жақтан сол жаққа бәрібір ғой балдар. Теңдеудің оң жағы мен сол жағының орнын ауыстырғанмен есебіміздің мағынасы өзгермейді. 11x-тан 9x алдық, 2x, 160-тан 40 алдық, 120. Сонда 2x тең 120 екен шықты. Теңдеудің екі жағында 2-ге бөлетін болсақ, x тең 60 деген теңдеу боламыз. Ал бізге үсеннің барлық ақшасын табу. Яғни, қалауымызша сол жағына қойып есептесек те болады, оң жағына қойып есептесек те болады. 9 көбейту 60, қосу 160. 9-ды 60-қа көбейтсек 540, 540-қа 160-ды көбейтсек 700. Олай болса, үсеннің жауабы 700 теңге ақшасы бар екен. Келесі есебімізге көшеміз. 9-шы есебіміз не дейді? Бұл жерде аспай бір қарап алсаңыздар, есептен шатаспайсыздар. Саяхатшылар қайықтармен өзеннен өтпекші болды. Әрбір қайыққа 3 адамнан отырса, 3 адам сыймай қалады. Енді бізге барлық адам саны, қайықтың саны x деп белгілейміз. Қазір көресіңдер есептің шартын жазған кезде. Ал 5 адамнан отырса, бір қайық артық қалады. Саяхатшылар нешеу, қайық нешеу дейді. X деп қайықтың санын белгіледік. Сонда әрбір қайыққа 3 адамнан отырып еді, 3 адам артылып қалды. Қосып қойдық, сол кезде бұл мына 3x плюс 3 дегеніміз бұл барлық саяхатшылардың саны. Ал 5 адамнан отырса, бір қайық артылып қалды дейді. Енді артылып қалған қайық пайдаланылмай қалды, сондықтан x минус 1 дейміз. Осы теңдеуді түрлендіреміз. Оң жағы сол күйі тұр, сол жағы оң жағын түрлендіріп жақшаны аштық. 5x минус 5. 5x тұрған жақта 3x өткізді қарама астаңбамен. Сонда 5x минус 3x болды. Ал 5-ті минус 5 болғанда плюс 5 қылып өткіздік. Сонда 5x-тан 3x тасақ 2x, 3-ке 5 қоссақ 8. Бұдан x тең 4. Бұл жерде 4 дегеніміз болса да қайық саны. Міне 4 қайық саны бар екен, екі жерде тұр. Ал енді саяхатшының санын табамыз. Саяхатшының санын табу үшін теңдеудің не оң жағына, не сол жағына x-тің мәнін қоямыз. Қалауымызша, енді бұл жерде біз сол жағына қоя салдық қой. 3 көбейту 4, оң қосылу 3-ті. 3-4 көбейтсе 12, 12 3 қоссақ 15. Олай болса 15 саяхатшы, 4 қайық бар екен. Бұл есебімізді шығарып деп есептейміз. Жауап екен. 10-шы есебіміз не? 10-шы есебіміз былай дейді. Санжар, Айбол және Жансерікте барлығы 150 кітап бар. Санжар Айболға 9, ал Жансерікке 24 кітап берсе, онда үшеуінде де кітап саны бірдей болады. Жансерікте қазір неше кітап дейді. Енді жалпы 150 кітап еді. Үшеуінде де бірдей болғандықтан әрқайсысында қаншадан болғанын есептеу үшін 150 кітапты болса да 3-ке бөлеміз. Сол кезде әрқайсысында 50 кітаптан болды. Ал 24 кітапты, Жансеріктегі 24 кітапты оған Санжар берген еді. Сондықтан не істейміз? 50 кітаптан 24 кітапты алып тастаймыз. Сол кезде 26 кітап екендігі анықталады. Жауабымыз Б жауап 26 екен. Бұл есебімізде шықты. Асықпай қарап шығыңыздар. Түсінбей қалсаңыздар, кері айналдырыңыздар. Видео сабақтың бір артықшылығы сол. Қалаған кезімізде тоқтата аламыз. Қалаған кезімізде кері айналдыра аламыз. Түсінбегенше қоймау керек. 11-ші есебіміз не дейді? Би үйірмесіне 25 ұл, 19 қыз қатысып жүр. Әр апта сайын үйірмеге 2 ұл, 3 қыз келіп қосылды.
Қанша аптадан кейін үйірмедегі ұлдар мен қыздар саны теңеседі дейді. Енді бұл жерде аптаның санын болса да x деп белгілейміз. 25 ұлға әр апта сайын 2 ұл келіп қосылатын болса, x аптаның ішінде 25 плюс 2x деген ұлдардың санын аламыз. Ал 19 қызға әр апта сайын 3 қыз келіп қосылатын болса, сонда x аптадан кейінгі олардың саны 19 плюс 3x. Теңдеуді қарап түрлендіріп есептеп шығара салу қиын емес. 3x тұрған жаққа 2x-ті қарамастан өткіземіз. Минус 2x өтеді. 25-тен 19-ды аламыз. 19 минус 19 өтеді. 3x-тен 2x тасақ x, x-тен 6 екен. Олай болса, 6 аптадан соң үйірмедегі ұлдар мен қыздар саны теңеседі екен. 11-ші есебімізде шықты. А жауап 6 екен. 12-ші есеп. Бұл да дәл осыған ұқсас есеп. Сәл ғана өзгешелігі бар. Бастапқыда B үйірмесінде 39 бала және 23 қыз шұғылданған. 39 бала деп отырғанымыз бұл жерде ұл бала ғой. Әр апта сайын мектепке 6 жаңа бала, 8 қыз келеді. Балалар мен қыздар саны теңескенде осы мектепте неше оқушы болады дейді. Дәл жаңағыдай теңдеу құрамыз 36 еді. Әр апта сайын 6 бала келді, 8 қыз келді. 23 қосу 8x тең 39 қосу 6x. Теңдеу түрлендіру арқылы 8x-тің қасына плюс 6x-ті минус 6x қылып өткіземіз. Бұл 2x-ті береді. 39 жаққа, яғни сол жаққа 23-ті қарамастан өткіземіз. 39-дан 23 тасақ 16 болады. Бұдан x тең 8 екендігін көреміз. Енді теңдеудің сол жағындағы немесе оң жағындағы өрнекке x-тің орнына 8-ді қоя отырып есептеп не ұл балдардың, не қыз балдардың санын таба аламыз. 39 қосу 6 көбейту 8 тең 39 көбейту 48 немесе мұнымыз 87 болады. Енді бұл теңескен кездегі ұл балдардың саны ғой. Ал бізде балалар мен қыздар саны теңескенде осы мектепте неше оқушы дейді. Ал оқушы дегеніміз ол әр ұл баланың, әр қыз баланың сандарының қосындысы. Яғни 87-ні 2-ге көбейтсек 174 шығады. Болды да жауабымыз 174 екен. 12-ші есебімізді шығардық. Келесі 13-ші есебімізге көшейік. 2 бөлмеде 98 адам болған. Бірінші бөлмеден 50, екінші бөлмеден 40 адам шыққанда, 2 бөлмедегі адамдар саны тең болды дейді. Әр бөлмеде қанша адам болған. Енді біріншісінен 50, екіншісінен 40 адам шығып кетсе, жалпы 90 адам шығып кетті. 98-ден 50 және 40 қалсақ, 8 қалады. Ал 2 бөлмедегі саны бірдей болды деген сөз, әр бөлмеде 4 адамнан қалды деген сөз. Олай болса, бастапқыда қанша еді? Бастапқыда 50 адам шықпай тұрған кезде 54 еді, 40 адам шықпай тұрған кезде екінші бөлмеде 44 еді. Бұл жауабы шықты. 54, 44 Д жауап екен. Келесі есебіміз. Енді бұл жерде асықпай тыңдауымыз керек, өйткені есептің мәтіні сәл күрделі өтіп берілген. Әжесі Әділ мен Қуатқа жалпы саны 25 алма және өрік жинап берді. Бұл жерде қанша өрік, қанша алма екендігі белгісіз болып тұр. Жалпы саны деп тұр ғой. Үйлеріне жеткенше Еділ 1 алма мен 3 өрікті, ал Қуат 3 алма мен 2 өрікті жеп қойды. Осыдан соң балалардағы алма мен өрік саны тең болды. Әжесі балаларға қанша алма берген дейді. Енді көрейік. Барлығы 25 еді. Міне. Еділ 1 алма мен 3 өрікті жеді. Бұл 4. Қуат 3 алма мен 2 өрікті жеді. Бұл 5, 4 пен 5-іміз 9-ды береді. 25-тен 9-ды аламыз ғой. Мына жерде. Сол кезде 16. Сонда қалғаны 16 екен. Жалпы алма мен өріктің саны ғой. Ал екеуі алма мен өріктің саны. Бұл жерде нағылды деп отыр, теңесті деп тұр. Осыдан соң балалардағы алма мен өріктің саны тең болды. Яғни алманың саны 8 болды, өріктің саны ол да 8 болды. 16-ны 2-ге бөле салдық та. Ал енді бізге алманың саны қанша еді деп тұр. 8 алмаға Еділ жеп қойған 1 алманы қосамыз, және Қуат жеп қойған 3 алманы қосамыз. Жалпы 4 алманы қосамыз. Сонда
12 alma ekendigi шығады. Міне жауабымыз шықты. 12 алма. Олай болса біздің жауабымыз A12 екен. Келесі есебімізге көшейік. Соңғы есебіміз. Бұл есебіміз аса көтерілі есепке жатпайды. 54 санын қандайда бір 4 сандардың қосындысы ретінде жіктеген. Ол 4 сан мынадай дейді. Біріншісі бір белгісіз санға алдымен 2-ні қосып, белгісіз санымыз x қой. X-ға 2-ні қостық. X плюс 2. Бұл бірінші санымыз. Екіншісі сол белгісіз саннан 2-ні азайтып, мұнымыз міне x минус 2. Үшіншісі белгісіз саннан 2-ні алып, кешіріңіз, санды 2-ге көбейтіп, яғни x көбейту 2 бар. Ал үшіншісі сол белгісіз санды, төртіншісі сол белгісіз санды 2-ге бөлгендей бөлу керек дейді. Белгісіз санды табыңыз дейді. Енді бұл жерде мынай плюс 2 мен минус 2 жойылып кетті. X пен x 2x-ті береді. Мына жерде тағы 2x бар, 4x. Мына x бөлу 2 дегеніміз жарты x. Сонда 4,5x-тен 54 болады. Яғни бұдан x-тен 12 екендігін табамыз. Енді 54-ті 4,5-ға бөліп тұрмыз ғой. Міне бұл есебімізде шықты, құрметті оқушылар. Міне бүгінгі топтамамызбен де танысып біттік. Ұнап жатса болса да пікір қалдырыңыздар. Әрбіріңіздің пікіріңіз маңызды. Бөлісіңіздер. Жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Білімдеріңіз осы видео сабағымыздың арқасында артып жатқан болса, қуаныштымын.